Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Қамырын дайындаймыз. Сүтімізге дрожжды, майды, тұзды, ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен қызылшаның согынан қамыр иледім. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша қамыр илесеңіздер болады. Қамырларымыз ашығанша подливін дайындаймыз. Етімізді жақсылап қуырып, сәбізімізді, пиязымызды, перецімізді, қалауымызша дәмдеуіштермен тұзымызды, помидорымызды салып, араластырып, соңынан су құйып, жай отқа қойып қоямыз. Подливіміз дайын болғанша дейін қамырларымызды жайып, үстінен май жағып, дәл видеодағыдай жасап, қайнап тұрған мантаваркамызға 10 минут пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін мантаварканың қақпағын ашып қоймаңыз, себебі қамырларымыз басылып қалуы мүмкін. Сіздерге нудли тамағы ұнады деп ойлаймын, астарыңыз дәмді болсын.